Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ әдебиеті сабағы. Соған байланысты Мұхтар Әуезовтің Көксерек әңгімесі бойынша Көксерек пен Аққасқаның айқасы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттегі мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға береміз. Олай болса, біз қазір Көксерек тобы және Аққасқа тобы болып екі топқа бөлінеміз. Ол үшін біз мына жерге келіп, топқа бөліну үшін Көксеректің қасиетіндегі сөздерді кестеге қоямыз, Аққасқаның қасиетін өзінің кестесіне қоямыз. Сол жерде қай топқа сөзді қойдық, сол топқа барып жайғасамыз. Түсінікті ғой оқушылар, келіп, сөздерді екі топқа кестеге саламыз. Қай топтың сөзі айтып, оқушылар қай топқа қойдық? Қандай сөз қойдық? Айбарлы деген сөзді қойдық. Аққасқа тобына айбарлы деген сөзді қойды. Амина қызымыз, ал тағы мына жақтан келіңіз. Айерке айтамыз. Қандай сөз қойдық? Көзі ашық. Көзі ашық Көксерек тобына қойдық па? Жайғасамыз Көксерек тобына. Мен Аққасқа тобына жетекші сөзін қойдым. Аққасқа тобына сенімді. Аққасқа сенімді екен, Тағы да Ерсұлтан келіп отырмыз. Құрметті оқушылар, олай болса біз Көксерек шығармасына түсінік бере кетейік. Көксерек адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсететін шығарма. Мұхтар Әуезов бұл әңгімені 1929 жылы жазған. Реалистік әдебиет дәстүрі тудырған мотивтерді шеберлік палитрасындағы сан алуан бояулар мүмкіндігін өз мұратына орай өнерпаздықпен жаңғырту арқылы жазылған жаңа тынысты шығарма. Реалистік шығарманың шығу тарихы былай болып келеді. Мұхтар Әуезов ауылда табиғатпен етене жақын өскен жазушы. Ол аңшылық, қасқыр мінезі, ауыл адамдарының табиғатпен қарым-қатынасы туралы жақсы білген. Көксерек жазушының қасқырдың табиғи болмысын, адамның оны өзгерте алмайтынын көрсетуге арналған көркем тәжірибесі. Реалистік және психологиялық бағыт. Әуезов бұл әңгімесіне жануар психологиясын адам табиғатымен салыстырып отыра жазады. Жазушының мақсаты қасқырдың ішкі әлемін көрсету, оның жабайы табиғатпен байланысын үзу мүмкін емес екенін дәлелдейді. Адам мен табиғат арасындағы қарама-қайшылық. Бұл шығарма адам мен табиғаттың қарым-қатынасы, үйлеспеушілігі туралы терең философиялық ой қозғайды. Қасқыр бостандықтың, ал адам биліктің символы ретінде алынады. Көксерек әлемдік әдеби үрдіспен үндес. Әуезов бұл туындысында Джек Лондонның Ақ азу сияқты шығармалармен үндес идеяларды көтереді. Бірақ басты айырмашылығы Көксерек адамға бағынбайды, қайта адаммен алыстап өз тегіне оралады. Мұхтар Әуезовке бұл шығарманы жазуда кім ой салды? Американың жазушы Джек Лондон табиғатты, аңшылықты, жануарлар мен адамның қарым-қатынасын терең бейнелеген қаламгер. Оның Ақ азу шығармасы Мұхтар Әуезовтің шығармасына үндес келеді. Ақ азу мен Көксерек байланысы Джек Лондонның шығармасында қасқыр адамдарға үйреніп үй жануарына айналса, ал Көксерек керісінше. Ол түз тағысы орманға қарап қаша жөнеледі. Ол өзінің жыртқыш аң екенін дәлелдейді. Қазір біз осы Көксерек әңгімесіне байланысты бірінші тапсырмаға көшеміз. Алдарыңызда ноутбукте тапсырма бар.
мына жерге келіп біз шеңберді айналдырамыз. Сол жерде ұпай көрсетілген, ұпайдың қасында сөйлемдер берілген, қай кейіпкерге тән сипаттау екенін табамыз. Тапқан оқушыға өзі берілген ұпайды жинаймыз. Келе қойыңдар, кім келеді? Қанша ұпай, Амина? 25 ұпай. 25 ұпай, ал оқимыз. Берілген сипаттаманы. Есік алдына өтетін тауықтарға, иттерге, қозы-лақтарға тап беріп, тарпа-бас салып тамаққа жармасатын болды. Ол дұрыс жауап көксерек. Көксерек. Дұрыс, керемет. 25 ұпай жинадың, Амина. Келе ғой, Ахмет. Бір елі қалмайтын, қолынан сүт құйып беріп жылытатын, отырғызып, еркелетіп бағатын, ол бізде Құрмаш. Ол иттің көзіне тура қарай әрі сақтана жүретін болды. Ауылдан да. Дұрыс, сен ақылдысың. 250 ұпай жинады. Аяна қызым кел, одан кейін. Жер апанды қазып еді, іші қап-қараңғы салса, соның түбінен 4 қасқыр күшік талды. Жауабы? Аңшылар. Жарайсың. Ашығып келіп, өшекті жабылып деп күледі. Ауыл жігіттер. Ал оқушылар енді біз екінші тапсырмаға көшеміз. Бұл жерде кейіпкерлер берілген: Құрмаш, Көксерек, Аққасқа. Енді бұларды сәйкестендіреміз. Бірінші портретін береміз, кейін іс-әрекеті және салыстырмалы талдаймыз. Берілген сипаттамалардың орны ауысқан, соны әр кейіпкерге өзінің тұсына сәйкестендіреміз. Ал кім келеді? Көксерек тобынан оқимыз. Көксерек жас бала, оның жүрегі жұмсақ ақкөл. Бұл дұрыс емес, дұрыс жауабы: жыны күмістей жылтыр түсті, көзі ашық, тісі ақсиған, айбатты, жабайы болмысы бөлек. Ал енді іс-әрекетін Ахмет. Көксеректі жақсы көреді, тамақ береді, қорғайды, қасқырдан мейірімді күтеді. Бұл жауап дұрыс емес, дұрыс жауабы: адамға үйренбейді, қозы-лақты талайды, Құрмашты өлтіреді, орманға кетеді. Дұрыс, Көксерек. Сондай еді. Одан кейінгі салыстырмалы талдау. Портретте берілген қорғаушы батыр бейне әрекет арқылы толық ашылады. Аққасқа адам мен еркін табиғат арасындағы шекара күзетшісі іспетті. Бұл Көксерекке тән қасиет па? Дұрыс жауабы, Жанар? Актер оның болмысын сыртқы келбетімен ағартады. Іс-әрекеті арқылы жыртқыш табиғатты дәлелденеді. Осы дұрыс жауап. Құрмаш, жыны күмістей жылтыр түсті, көзі ашық, тісі ақсиған, айбатты, жабайы болмысы бөлек. Бұл жауап дұрыс емес, дұрыс жауабы: жас бала, момын, жүрегі жұмсақ, ақкөңіл. Жарайсың, өте дұрыс. Одан кейін Құрмаш қасқырларға қарсы күреседі, көксерекпен шайқасады. Бұл дұрыс емес. Дұрысы: көксеректі жақсы көреді, тамақ береді, қорғайды, қасқырдан мейірім күтеді. Өте жақсы. Одан кейін салыстырмалы талдау. Елнұр. Құрмаш актер оның болмысын сыртқы келбетінің аңғартады. Іс-әрекетінің арқылы жыртқыш табиғатты дәлелденеді. Бұл дұрыс емес, дұрыс жауап: сыртқы келбеті мінез әрекетіне тән көрініс табады. Мейірімділігі бала мінезі, бірақ аңғал мінезді оның өліміне себеп болады. Өте жақсы. Ал енді Аққасқа тобы жауап берді. Енді Аққасқаға сипаттама береміз екі топтан. Бірінші портретіне. Кім жауап береді? Ақтөс денелі, айбатты, төбет, қорған, сенімді, серік. Аққасқаға портретіміз дұрыс па, дұрыс емес па, Мұхаммед? Осы жауап дұрыс па, дұрыс. Өте дұрыс, иә? Одан кейін іс-әрекеті Аққасқаға байланысты. Нұрай. Аққасқа адамға үйренбейді, қозы-лақты талады,
құрмашты өлтірді, орманға кетті. Бұл жауап дұрыс емес. Қасқырларды қарсы күреседі, көксерекпен шайқасады. Осы жауап дұрыс. Аққасқаға салыстырмалы талдау. Сыртқы келбеті мен мінезі, іс-әрекеті де көрініс табады. Мейірімді, бала мінезді, бірақ аңғал мінезі оның өліміне себеп болады. Бұл жауап дұрыс емес. Дұрыс жауабы: портретте берілген қорғаушы батыр бейне әрекеті арқылы толық ашылады. Аққасқа адам мен еркін табиғат арасындағы шекаралас күзетші іспетті. Осы жауап дұрыс. Өте жақсы. Ал оқушылар, олай болса 3-ші тапсырмаға көшеміз. Әңгіменің тарихи құндылығына баға береміз. Сұрақтар бар, 3 сұрақ бар. Сол сұрақтарға жауап береміз. Ал бірінші сұрақ кім жауап береді екен? Олжас, сұрақ Қазақ баласының ауыл өмірінің адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынасының көріністері берілген. Әңгімеде 20 ғасыр басында қазақ ауылында тіршілік, мал шаруашылығы, аңшылық кәсібі шынайы суреттеледі. Шығармадағы кейіпкері мен мінез-құлқы сол заманның болмысына қарай байқай аласың. Құрмаштың аңғалдығы, үлкендердің сақтығы мен қаталдығы, аққасқаны қорғаушы ретінде ұстауы бәрі де сол кездегі ауыл адамдарының өміріне, табиғатқа байланысты мінездеме көрсетеді. Ал 3-ші сұрақ бойынша Көксерек арқылы Әуезов қандай тарихи әлеуметтік ой айтуы мүмкін? Мұхтар Әуезов бұл шығармада адамзаттың табиғатқа араласуы мен оның салдарын көрсетеді. Әуезов жануар психологиясын қалай шебер сипаттайды. Әуезов көксеректің ішкі сезімін, күдіктеуін, ашуын, аңшылық қасқырдан адамдарға сенуі, баланы сағынуы, еркіндікке ұмтылуы бәрі адамға түсінікті тілмен берілген. Ол қасқырды жай аңмен ретінде емес, тұлға ретінде де суреттейді. Портрет мінездеме табиғат суреттері шығармада қандай қызмет атқарады? Портрет пен мінездеме арқылы кейіпкердің ішкі болмысы ашылады. Мысалы, Құрмаш мейірімді, көксерек сұсты. Табиғат суреттері қасқырдың ормандағы өмірі, ақпанның аязы кеші, қар басқан дала, қатал өмірдің, еркіндіктің, қайшылықтың символы ретінде қызмет етеді. 3-ші сұрағымыз Ақниет. Шығарма тілі көркемдік тәсілдері туралы не айта аласыңдар? Шығарма тілі бай, бейнелі, көркем, егептер, метафора, салыстыру молынан кездеседі. Әуезовтың тілі арқылы оқырман қасқыр мен адам арасында күресті көріп отырғандай сезінеді. Ол әрбір суреттерде терең философиялық асар қалдырады. Жеке көзқарас бойынша оқушылар 3 сұрақ берілген. Өздеріңнің көзқарастарыңды білдіреміз сұрақ арқылы. Бірінші, ал Елнұр. Сен үшін бұл шығарма несімен әсерлі болды? Бұл шығарма мен үшін адамның табиғатпен қарым-қатынасы, күш пен мейірімділіктің арасында шекара, сондай-ақ бостандықтың маңыздылығы туралы терең ой тастайды. Екінші сұрағымыз кім? Ерсұлтан, қандай сұрақ екен? Жеке табиғат еркіндік пен күш, жақсылық пен жаужылық туралы қандай ой түйдіңдер? Табиғат күш пен араласу жақсылыққа келмейді. Жақсылық жасау ниеті Құрмаштың қасқырдың асфальты тез нәтижеге әкелуі мүмкін. Егер ол жаратылыс заңына қарсы келсе, көксерек табиғаттың символы, ал адам оған араласушы. Еркіндіктің әр жаратылысқа келіп жолдық жауыздықты ашады. Ал 3-ші сұрақ. Қазіргі заманмен байланысын қалай түсінесің? Қазіргі кезде адам табиғатты бұзып, оны өз еркіне бағындыруға тырысады. Бірақ бұл әрекет экологиялық апаттарға, жануарлар жойылуына әкеліп жатыр. Көксерек бізге табиғатпен үйлесімді өмір сүрудің маңызын ескертіп тұр. Ол бүгінгі күн үшін де маңызды ой. Өте жақсы. Ал оқушылар міне бүгінгі сабақ бойынша 3 тапсырманы орындады. Үйге тапсырма береміз. Көксерек көркем фильмін көріп, адамның ең асыл қасиеті жақсылық тақырыбында ой толғау жазып береміз. Олай болса, бүгінгі сабағымызға кері байланыс береміз. Бізде айна әдісі бар.
Сары түс өте жақсы түсіндім, жасыл түс жақсы түсіндім, және күлгін түс қанағаттанарлық орташа түсіндім деген мағынаны береді. Өздерің сабақты қалай түсіндіңдер, сол бойынша сол айнаның тұсына өздерің белгіні қойып кетеміз. Оқушылар сабақ түсінікті болды ма? Иә, олай болса, келесі кездескенше бүгінгі сабағымызға назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.